әсіресе Абайдың қуанғаны бұның 3-4 баласы Ақылбай, Әбіш, Мағаш және Күлегеш қызы Күлбадандар да ұйықтаған жоқ екен. Олар арбаның салдырын естіп, өз ауылдарынан айғайлап жүгірген. Абай отырған арбаға кеп жапыр-жұпыр қамалаған. Мағаш, Әбіш сияқты кішкенелері Абайдың екі тізесіне отырған. Мойнынан құшақтап, сағына жабысып, даурыға күлісіп шексіз қуанышпен қарсы алысты. Баймағамбет ат тұмсығын Абайдың әрқашан ең алдымен амандасатын жаны Ұлжан үйінің сыртына кептіреді. Ұлжан бәйбіше бір шоғыр балаларының қамау қоршауында келе жатқан Абайды өзінің үлкен төсегінің жанында орнынан тұрып қарсы алды. Құшақтап сүйіп амандасты. Әйгерім, айғыздар да Абайға осы үйге кеп амандасқан. Алпамсадай, зор иық, кең жауырын, батыр тұлғалы Оспан да келді. Омырауы ашық ақ көйлектің сыртынан барқыт жыраға жұқа шапан жамылыпты. Оспан Абаймен жайрандасып амандасады. Құнанбай ауылының жағалай болыс болып жатқан қуанышын тағы да Абайға қайталап айтты. Сүйінші сұрады. Қайырлы болсын, шат-шатман екенсіздер, қайырлы болсын. Қайыры бірге болсын қарағым. Тек қайыры ұзақ болсын, қуаныш үстіне қуаныш қат-қабат. Бұндағалар болыс болып жатыр, ұлыққа өз. Қаптасыңда жүрсең де, кейде мен туралы, айсыз қараңғыда жүргендей қаңғып шығасына Оспан. Шұбар бәкеңнің баласы, өзі талапты жас еді. Ол болса болсын дермін-ақ. Сен емессің бе солардың бәрін сайлайтын? Сен онанда абырой тап. 50 жылқысын 500-ге көбейтіп алған Тәкежанды өсіртемін бе? Әлде Қызыл Молаға болыс болып, тобықтының ұрсын сүйетін Ысқабыштың басында ортам ба? Бұл ұрысына тұяқ қыбырлатар қатысым жоқ. Жөніне отыр. Жарайды, қой шырағым, мұныңа сенетін тобықты жоқ. Жылудағы қалың елдің бәрі шулап отыр. 3 бірдей Құнанбай болыс болды. Оған Абайдың қатысы жоқ деген кім сенеді? Қайта көп сөзді қойда, болыс болған ағайдың алғысын ала бер. Оспан, қыңырайып, мойын бұрған бетінен қайтар емессің. Одан гөрі мына Әбішімнің халін сұрайын. Аға, мен ашықтықта орысша оқып жүрмін. Оны сен білдің бе? Қыстаудан бері оқи бастадым. О күннен кім оқытып жүр орысшаны қарағым? Жазғы дұрыс сен қалаға кетісімен біздің Жидебайдағы ауылға бір орыс бала келген еді. Бұрын бір жол Тілмашта болған екен. Өзін осы ел бала Тілмаш дейді. Сол қалаға тұруға ауруым бар, қымызға, көкке шығайын деп келіп ем. Балаларым бар ғой бәйбіше, оларды да оқыта тұрайын деген соң, Абайдың балаларын оқытсын, кішкенелерін орысша оқытсын, сол отауда болсын деп Ақшоқыға жөнелткем. Жөн екен. Бұл істеріңіз дұрыс болыпты. Қалай, балалар өзі молдадан біліп алғандай үздіксіз оқи ма? Өзі күтімді ме? Балалар барымтасымен жанын салып оқыды, қызығып оқиды. Жалаға қарай көшіп келе жатқанымызда тіпті жаппайлап қонған күндердің өзінде де Әбіш Мағаштар бір күн қалет қылған жоқ. Тілмаштың өзі қазағы бар. Орыс молдасы қызық болады екен ғой өзі. Сыздану, салмақтану жоқ. Баланы елтіріп, тіпті ойнатып оқытатын сияқты. Жа, әкең де молданы былай қой, жаман жоқ Тілмашты мақтағың не? Әйтеуір Абай орыс оқуын ұнатады деп жампазын да білмейді екен. Қалқам, Әбішім, орысша оқи бастағаның сондай жақсы болған. Мен биыл сені орысша оқуға, ұзақ оқуға беріп, нағыз ғалым болып өсесің балам. Құдай қаласа, бұл мен сен турасындағы үлкен бір аталық ізетім балам. Менен бұрын өзін оқи бастағаның мені қатты қуантты айналайын. Құп, аға, құп. Иә аға, жалғыз Әбіш емес, мен де барам. Қалаға бар, орысша оқимын, мен де оқимын. Аға деймін, мен де барам. Мені де оқыт орысшаға. Байыптан сұрашы, орысшаны бәріне бұрын сен үйренесің дейді. Ал мен де барам.
сен екеуіңді де әбішке қосып, биыл күзде оқуға жіберем. Ұзақ оқуға жіберем. Аталық уәдем осы болсын қарақтарым.